Hello everyone! Бүгінгі сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілін пәнінен 72 және 73-ші беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. At the zoo, зоопаркте, listen and read, тыңда және оқы деп тұр. Ендеше бізде бұл жерде мәтін берілген, осы мәтінді оқып, аударып түсініп аламыз. Келесі тапсырма бізге осыған байланысты болады. Look at the elephants. They have got a big body. Пілге қараңдар, оның денесі үлкен. Let's take a picture. Қане суретке түсіп алайық. Ready? Дайынсыңдар ма? Деп тұр, ролы. Келесі. Okay, smile. Қане күлейік деп тұр. 4-шіге өтейік, 4-ші суретке. Look at the baby tigers. They have got a long tail. Мынау бала жолбарыстарға қараңдаршы. Олардың құйрықтары ұзын. Let's take a picture. Қане суретке түсіріп алайық. 5-ші сурет. Oh, it's okay, mommy tiger. Енді бұл жерде кішкентай балаларына жақындағаны үшін, осы кішкентай жаңағы бала тигрдің анасы ырылдап жатқандықтан, ой, мамасы бәрі жақсы деп балалар айтып жатыр, 6-шы. Let's take a picture, but it's very tall. Қане суретке түсіп алайық, бірақ ол өте ұзын ғой деп жатыр, Немен суретке түсейін деп жатыр бұл жерде? Жирафпен, 7-ші. I've got an idea. Here you are. Менің бір жоспарым бар. Қане, мұнда келіңдер деп тұр. Okay, smile everyone. Қане, бәріміз күлімдейміз деп жирафпен бірге суретке түсіп алыпты. Exercise 2. Read and again, choose дейді. Қайтадан жаңағы мәтінді оқып шығып, және дұрыс жауапты бер дейді. Біріншісінде белгіленіп тұр, дұрыс жауабы. The children are at the zoo. Зоопаркте ме? Жоқ, in the garden. Бақшада ма дейді. Зоопаркте, Екінші, the elephants have got a big body, Пілдің үлкен денесі бар. Small десе кішкентай, big дегеніміз үлкен. Үшінші, the baby tigers have got a long body or tail дейді. Tail дегеніміз құйрық. Кішкентай бала жаңағы тигрлардың, жолбарыстардың құйрықтары қандай дейді? Ұзын құйрығы бар ма? Жоқ, денесі бар ма дейді? Ұзын құйрығы бар, Және 4-ші, Рол айтты ма? Элса айтты ма дейді. 4-ші суретке қарасақ, ол жерде бізде Рол айтып тұр, Has got an idea. Яғни бұл жерде 4-шісінде біз айтып тұрған кімнің идеясы болды, кімнің жоспары болды дейді. Яғни ол Роландікі болды. Exercise 3. Listen and read. Make a new dialogue with a friend. Тыңда және оқы өзіңнің досыңмен бірге диалог құрастыр дейді. Мысалы көрсетіп қойыпты, Дамир айтады. Look at the elephant. It's got a big body. Let's take a picture. Қане, пілге қарайық. Оның үлкен денесі бар. Қанеке суретке түсіп алайық деп тұр, Дамир. Сәуле айтады. Okay, smile. Look at the tiger. It's got a long tail деп тұр. Жарайды. Қане қараймыз. Күлімдейміз деп тұр. Және мынау жолбарысқа қараңдаршы. Оның ұзын құйрығы бар деп тұр. Дамир айтады, let's take a picture. Қане, онымен де суретке түсіп алайық дейді. Осы секілді енді өзіміз осылай диалог құрастыруымыз керек. Мысалға былай жасасақ болады, Айгүл деп және Нұрлан деп қойсақ, или болмаса өзіміздің атымызды жазып қоямыз, Look at the giraffe. They have got a long neck. Жирафқа қараңдар, олардың мойны ұзын дейді. Let's take a picture деп Нұрлан айтады. Қане суретке түсіп алайық деп. Сосын Айгүл айтты, but it's very tall. Бірақ ол ұзын ғой деп Нұрлан айтады. Look at the elephants. They have got long nose. Қане пілге қараңдаршы. Олардың мұрны ұзын деп тұр, Бүгін осымен ағылшын тілі пәнінен сабақтарды, тапсырмаларды талқылау сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.